Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Мастер Мирас. Мен сендерге видеоның басында қызы Карен ТВ деген баланың арнасын ұсынғым келеді, өйткені бұл баланың арнасында Free Fire'дан түсіретін деп бір бәле видео түсіреді, аза деген сондай видеолар түсіреді. Мына жерде Free Fire'да қарсаңдаршы, бір видеосы 130 просмотр жиналған. Неге екенін білесіңдер ме? Өйткені бұл видео топовый видео болған ғой, көп просмотр қарайды. Ал біз өзіміздің видеомызға кеттік дейік. Қалайсыңдар достар? Ассалаумағалейкум достар, привет қыздар, сендермен бірге Мастер Мирас. Сендерге мен тақырыбын көріп отырған шығарсыңдар. Бүгін топ 6 қазақша ютуберлерді көрсететін боламын, маған ұнайтын. Ал енді көп сөйлемей тез бастап кетейік. Мені қараңдар деп болған тамағым ауырып тұр кішкене. Топ 5-ке мен өзім ойымша Славодный қазақ деген киозердің киозер гильдиясында бар ағамызды қойғым келіп тұр. Бұл ағамыз өзін кіші бейіл санайды, өзінен кіші адамдарды сіз деп өзін жақсы санайды. Осы адам, осы үлкен ағамыз, үлкен демей қойын, енді нормально ғой. Жақында әскерге барам дейма, видеосын көрдім, кіші бейіл жақсы адам, ораза ұстайды деген. Ораза ұстайтын білмеймін оны. Ал мен 5-ші орынға, анау 6-ші орын болған Славодный қазақ, 5-ші орынға мен өзім Бахалюк деген ағамызды соңын келіп тұр. Өткені бұл ағамыз скиллы мощь маған ұнайды, прям топовый скилл, просто пик болады. Сол үшін ұнайды маған Бахалюк деген, оны сразу өтіп кете салайық. Енді мен 4-ші орынға мен Fire кезет деген гейм кезеттағы Адайсын гильдиясындағы баланы ұсынамын дегенде ұсынбай, мен сол баланы өтіп, меніңше 4-ші орынды сол иеленіп тұр деп ойлаймын. Ал 3-ші орынға келетін болсақ, мен өзім Ироханы қойдым. Ирохан не үшін ұнайды маған? Скилл да ұнайды, оның прям видеолар дешки, дауысы бар, жиналысқа, сол үшін ұнайды маған. Прям топ қой Ироха деген. Легендарный игрок дейді ғой, азам барлығы жапқы, е-о-майя. Сол үшін ұнайды маған Ироха. Ал 2-ші орынға мен көптен күткен Адайсты қойдым. Адайс неге 2-ші орын, неге 1-ші емес? Өткені Адайс монтаж жағынан онша емес, бірақ видеосы топ, білем, ол скиллынан жақсы, неден жақсы, челленджі видеоны жақсы түсіреді, бірақ оның көп монтажға тырыспайды. Сол үшін мен оны 2-ші орынға қойдым. Ал 1-ші орын көптен күткен біздің Шелли деген ағамызды қойдым келді. Өткен Шелли деген прям видеосы топ, скилл, топ, монтажға прям көңіл бөледі. Ауф видеолар түсіреді, маған сол қатты ұнайды. Достар, бүгінгі видеода мен сендерге топ 6 ютуберлерді көрсеттім қазақша. Если білмесеңдер, айтпашы қазақша демен, қазақша деген ютуб каналы бар, ол прям дерзкий видео түсіреді, Адай сияқты. Оны да 2-ші орынға қойуға болады, по идее. Бірақ мен үшін Шелли прям 1-ші орын топ қой Шелли. Сол үшін достар, арна тіркеліп лайктарымды басып кетіңдер, мені тастап арналарға кетіп қалмаңдар деймін ба. Достар, арна тіркеліп лайктарымды басып кетіңдер, сендер үшін тұрсамыз дегендей. Достар, сендерге видео ұнады деген ойдамын, арна тіркеліңдер, лайктарымды басыңдар деп 3-ші рет айтып жатырмын. Ал сендермен бірге болған мен Мастер Мирас. Пока-пока, чао. Всем пока.